Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Жанерке. Бүгін оригинал коржиктің рецептімен бөлісетін боламын. Дәл мектептегі асханадағы коржиктармен бірдей десем де болады. Құрамындағы заттары да өте қолжетімді. Видеомды соңына дейін қарап, менің YouTube парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен қызықты видео рецептермен бөлісетін боламын. Ең алдымен құрғақ таза ыдысымызға бір дана жұмыртқаны жағып, оған жылы айран және күнбағыс майын қосып жақсылап араластырып аламыз. Ал енді қантымызды салып, қант ерігенше жақсылап 3-4 минут араластыратын боламыз. Келесі 3 грамм қопсытқыш және 20 грамм сода қосып жақсылап араластырып аламыз. Ең соңынан електен өткізілген ұнымызды бөліп, 3 бөлікке бөліп қосатын боламыз. Бірінші бөлігін қосып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Ұнымыздың екінші бөлігін қосқаннан кейін қамырды араластыру сәл қиындау болады. Сол себептен қалған ұнымыздың барлығын үстел үстіне қойып, бетіне қамырды төсеп, жұмсақ, эластичный қамыр елейтін боламыз. Артық ұнның қосудың мүлдем қажеті жоқ. Қамырдың басы бірігіп, эластичный қамыр болып шыққаннан кейін дәл осы сәттен бастап қамырыңызды жая берсеңіздер болады. Жәнегі үйдегі бар заттардан әдемі формадағы коржиктарды жасауға болады. Ол жағы өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Қамырдың қалыңдығы 1 мм дейін аспауы қажет. Ал енді коржиктарымызды табамызға орналастырып, бетіне жұмыртқа жағып шығамыз, және видеода көрсетілгендей вилкамен әдемі сызықтар сызып шықсаңыздар да болады. Коржиктің бетін әсемдеу сәндеу, ол жағы өзіңіздің фантазияңызға қарай. Ал енді коржиктарымызды қызып тұрған пеште 180 градуста небәрі 18-20 минутта пісіріп аламыз. Міне біздің коржиктарымыз пісіп шықты. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі. Дәмін сіздерге сөзбен жеткізе алмаймын. Себебі өте жұмсақ, өте бағынды болып шықты. Заттар да өте қолжетімді. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Ал менің бүгінгі видеом ұнаса лайк басып, пікіріңіз болса комментарий бөліміне қалдыруды. Ең бастысы менің YouTube парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен қызықты видео рецептермен бөлісемін. Видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Жанерке.